Айгүл есімі. Айгүл есімді қыздар Ая немесе Айгуша деп еркелетіп атайды. Ай деп аударылатын ай сөзінің бірінші бөлігі көптеген түркі атауларында кездеседі. Гүл екінші бөлігі гүл дегенді білдіреді. Кейбір этимологтар ай атаулы бөлігінің мағынасы әдемі деген мағынаға ауысты деп есептейді. Осылайша аударылған атау ай астындағы гүл немесе әдемі гүл дегенді білдіреді. Айгүл есімі бастапқыда мұсылман қыздары қойған, сондықтан да православие есімдер кітабына енбеген. Айгүл Қырғызстан оңтүстігінде ғана өсетін сирек гүлдің аты. Ежелгі қырғыз аңызында бір байдың қызы Айгүл ержүрек жауынгерді жақсы көрген, бірақ ол шайқаста қаза тапқан. Жұбанбайтын қыз өзін жардан лақтырып жіберді, ал қанының қызыл тамшылар тамған жерінде таңғажайып сұлулық гүлдері өсті. Айгүл жұмсақ, сабырлы қыз, анасына қатты бауыр басып, сол әйелдік пен парасаттылықтан сабақ алады. Қыз бала құрдастарына қарағанда ерте жетіледі. Ол үшін сыртқы түрі өте маңызды. Бос уақытын айна алдында өткізеді. Айгүл ізденімпаз оқушы, бірақ немқұрайлығы мен салғырттығынан оқуда жақсы нәтижеге қол жеткізе алмайды. Ата-ана да қызының бойына ұқыптылық пен жауапкершілікті тәрбиелеуге тырысуы керек. Айгүлдің әйелдік, аяулы мінезі бар. Еркектерге ол қорғағысы келетін әлсіз қыз сияқты көрінеді. Көпшілік оны біртүрлі деп санайды. Өйткені Айгүл жиі өз-өзіне және тұйық болады. Айгүл темпераментті және эмоциональды, тіпті кейбір жағдайларда тым қатал әрекет етеді. Бұл есімді алып жүрген кейбір қыздар тәкаппар, менмен болып көрінеді. Айгүл жайлылықты бәрінен де жоғары бағалайды. Тұрмыс жағдайынан бастап рухани үйлесімділікке дейін. Айгүлдің өзі бір сенімді досына бар сырын айтып, ешкімді жанына жолатпайды. Айгүлдің көшбасшылық қасиеті жоқ, ол жақсы басшы бола алмайды. Ол жарнамаға байланысты жұмысты таңдауы керек. Айгүл өмір бойы атақ-даңққа ұмтылады. Актриса, әнші, биші, көп нәрсеге қол жеткізе алатын мамандықтар. Махаббат қатынастарында Айгүл тым прагматикалық деп айыптауға болады. Ол ешқашан өмірін ақша табуды білмейтін адаммен байланыстырмайды. Мұндай есімді қыз жиі жауапсыз махаббатты бастан кешіреді, немесе сезім үшін бәрін тіпті беделін де құрбан етеді. Алайда оның өзі кейде ер адамдарды ренжітіп, олардың өз есебінен жүреді. Ас қорыту жағдайын Айгүл қадағалау керек. Қыз бала өзін диетамен жиі қинайды. Сондықтан ол жиі спортпен айналысу қажет. Айғали есімінің мағынасы. Айғали. Ай араб тілінен ғали биік, жоғары. Бала әрдайым жоғары мұратқа ие болсын деген тілекпен қойылады.